Секен Назарбаев 30 жыл ішінде қанша қазақты қырып кетті деп ойлайсыз дейді. Енді Жаңаөзендегі қырғын бар, Назарбаевтың қазақты қырғанын тек тіке қырумен емес, саяси белсенділерді өлтіру, Аронды өлтіру, Заманбек Нұрқаділді, Алтынбек Сәрсенбайды өлтіру, одан кейін Дулат Ағаділді және оның баласын өлтіру, одан анау кезіндегі ту баста 90 жылдардағы белсенді болған азаматтарды өлтіру, сосын мұны азаттықта жұмыс істеген бір журналист кісі болып еді. Жамбылда көлік апатын қолдан жасап өлтірді. Атын ұмытып отырмын. Батырхан Дәрімбет. Оны да қолдан жасап осы Назарбаев режимі өлтірді. Жақсы кісі еді. Мен анау Батырхан Дәрімбетті тіпті студент кезімізде бүйтіп тығылып отырып, ана Германияның радиосын бүйтіп тығылып отырып, анау ішкі Қытайдан азаттықты радио толқынынан тыңдайтынбыз. Ол кезде интернет қайда? Интернет жоқ. Батырхан Дәрімбет керемет кісі еді. Оны қастықпен өлтірді. Ақселеу Сейдімбекті оны қастықпен өлтірді. Енді осындай ірі тұлғалардан тыс барлық белсенділерді жала жауып, сол енді үндері шығып жатқанда өлтіріп жатты ғой, аты бар, атағы барды. Сосын ту бастағы Қазақстандағы ең алғаш 90 жылдардағы саяси белсенділерді оны шетінен жаңағы укол салып, дәрі салып, шайына, сусынына, арағына неше түрлі нәрсе қосып өлтірді. Атақты Мұстафа Өзтүрікті сол Назарбаев өлтірді. Қысқасы, мынау маған бәсекелес болады ау дегеннің бәрін Назарбаев өлтіріп отырды ғой. Енді бұл Назарбаевтың бірінші қылмысы. Екінші қылмысы: аш, жалаңаш, кедей өзбек, қаңғып Ресейге, Қазақстанға келіп қара жұмыс істейтін өзбек 1991 жылы 15 миллион болған екен. Қазір 40 миллионға таяды. Ал бай, бақауатты қазақ еді ол кезде. Мұнайын сатып байып тұрған қазақ. Қазір сол 15 миллионнан міне 20 миллионға әзер жеттік. Оның өзінде шетелден келген 1 миллионнан астам қандас қазақ бар. Әрине, Қазақстаннан көшіп кеткен орысты қосайық. Бірақ орыс тумайтын орыс. Қазақ көбейетін, туатын қазақ. Келген қазақтың көбі жас, ұрпағын алып келді, немесе Қазақстанда туам деп келді. Соның арқасында қазақ сөйтіп көші-қонның өзімен көбейіп отырғанда 20 миллионға жетпей қалдық. Бұл деген не? Бұл Назарбаевтың қылмысы. Егер Назарбаев мына Қазақстанда тонамай байлығын, жарты триллион ақшаны Дубайға апарып тықпай, мектепті дұрыстап, өндірісті дұрыстап, медицинаны дұрыстап, халықты өстіп, қайыршылыққа, жоқшылыққа салмай, тентіретіп жібермегенде қазақ көбейетін еді. Совет кезінде қазақтың 90%-ын Сталин ашаршылық кезінде қырып жіберді ғой, 90%-ын, сол қазақ сол көбегіштігіменен, алтын құрсақ аналарымыздың ерен ерлігімен көбейген еді. Назарбаев қазақты жоқшылыққа, кіріптарлыққа салып, тентірету арқылы біздің демографиялық өсімімізді тоқтатты. Біз қазір мысалы қазақтар 20 миллион Қазақстан халқының ішінде қазақтың саны 13 миллион ба, 14 миллионға әзер жетеміз. 13-14 миллионға. Ал егер Назарбаев Қазақстанды тонамағанда, біздің қазақтардың санының өзі 40 миллион болатын едік. Ойлашы, 40 миллион болатын едік. Бұның барлығы Назарбаевтың қылмысы.